Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қожа әдепті бала. Өткен сабақта өткен жаңа сөздерді қайталап алайық. Кейіпкер, ықшам, жағымды, туу туралы куәлігі, ес білгелі, қолайсыз, табанды өзгерту, істің турасы, келемештеп айту. Бірінші тапсырма, 37-ші бет. Сұрақтарға жауап бер. Сен балаларға арналған шығармаларды оқисың ба? Қандай шығармаларды білесің? Ол шығармалар саған ұнай ма? Не себепті? Балаларға арналған қандай фильмдерді білесің? Ол фильмдердің басты кейіпкерлері кімдер? Осы 5 сұраққа жауап береміз. Айтылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Кем дегенде 3 сұраққа жауап береді, 3 балл. Айтылым барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды, 1 балл. Жазылым тапсырмасы, екінші тапсырма, 37-ші бет. Сүйікті шығармам сөзіне кластер жаса. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Сүйікті шығармам сөзіне кластерді жазады. Берілген 4 кластерді толтырады. 4 кластер толығымен жазылатын болса, 4 балл берілетін болады. Орфографиялық жазу сауаттылығын сақтайды, 2 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.